құрметті жиналған қауым, бүгінгі жұма уағызымыздың тақырыбы Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы тарапынан қолға алынып жатқан бір бағыттардың бірі. Ислам дінінде орны ерекше, ойып тұрып орын алатын бағыттарының бірі. Бұл уақыф, бұл сарқылмас қазына турасында болмақ. Уақыф бұл сарқылмас қазына. Уақыф деген сөзге тоқтаймыз. Уақыф деген арабтың сөзі, тілдік мағынасы тоқтау деген мағынаны білдіреді. Шариғатымыздағы мағынасы бұл үздіксіз қайырымдылық жолында пайдалануды уақыф деп айтады. Белгілі бір ғимаратты болсын, белгілі бір жерді болсын, белгілі бір дүниені үздіксіз қайырымдылық бағытында жұмсау. Кезінде ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның заманында осындай уақыф сомен айналысатын, соны жүргізетін арнайы адамдар болған. Ең алғашқы уақыф пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның кезінде Омар радиаллаху анху жасаған екен. Ғалымдарымыз бірде осы ең алғашқы уақыф жайлы былай деп баяндайды. Хайбар соғысында мұсылмандар жеңіске жеткеннен кейін олжаларға ие болады. Сол кезде Омар радиаллаху анху кең бір бақшаға ие болады, құрма бағына. Өзінің сөзінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға келіп айтады: "Я Алланың елшісі, мен осы уақытқа дейін мынандай байлыққа кенелмеп едім. Осы уақытқа дейін менде бұндай байлық болмап еді" дейді. Бұны не істесем болады деген сұрақпен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға келеді. Ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Омарға қарап тұрып: "Әлбетте, сенің жақсылық жасағың келіп тұрғандығын көріп тұрмын. Бұл нәрсені сен уақыф қыл" дейді. Яғни Алла жолында садақа қыл, Алла жолында қайырымдылық қыл, және де сол бақшадан түскен пайданы мұсылмандар үшін, мұқтаж жандар үшін қайырымдылық жасалынып отырады дейді. Үздіксіз қайырымдылық жасалынып отырады деген. Яғни осы Омар радиаллаху анхудың алғашқы амалын ғалымдарымыз алғашқы қайырымдылығын ең алғашқы уақыф деп атаған екен. Сол кездегі енді үлкен заводтар болмаған, өңдейтін бір заводтар болмаған. Бірақ та ол кездегі табыстың көзі ол сауда болған, байлықтың ең көзі бақшалар болған, түйе болған, қызыл түйелер болған. Соларды не істеген? Сахабалар Алланың жолында уақыф қылып таратқан. Тіпті мынау Құнанбай атамыздың Мекке қаласында соққан қонақ үйінің өзі уақыф болған дейді.